Сәлем достар, All IT Алматы компаниясының келесі сабағына қош келдіңіздер. Және бұл сабақта Cisco құрылғыларын, Cisco сертификатын оқу орталықтарында оқудың артықшылығы бар ма деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Егер сіз Cisco сертификатына, соның ішінде CCNA немесе CCNP сертификатына жеке өз бетімен дайындаламын деп шешкен көрермен болсаңыз, онда бұл сабақтың сізге мүлдем қажет болмауы мүмкін. Яғни мен алдыңғы сабақта айтқандай, Cisco сертификаттарын жеке өз бетіңізбен дайындалып алсаңыз толықтай мүмкіндігіңіз бар. Және оған қажетті оқулықтар, сондай-ақ бағдарламалар, сонымен қатар сізге қажетті болуы мүмкін жеке тәжірибеге арналған зертханалық жұмыс, және оны қанша қаражат керек, қайдан аламын, қандай құрылғылар алайын, және CCNP сертификатына болашақта қалай бағдарда ұстаймын деген сұрақтарға жауап беріп көргенмін. Олай болса, бүгінгі сабақ кішкене жарнамалық негізінде болмақшы, себебі All IT Алматы компаниясы бұл болашақта Cisco сабақтарын, Cisco сертификаттау сабақтарын Алматы қаласында жүргізбекші, және бұл 2016 жылы алда келе жатқан айларда орын алады. Сондықтан бұл жердегі берілген мағлұмат толыққанды объективті болмауы мүмкін, яғни бұл жерде жарнамалық характер бар деп айта аламыз. Олай болса, сіз жеке дайындалатын болсаңыз, бұл сабақты қарамасаңыз болады. Алайда оқу орталықтарында Cisco сертификатын оқудың артықшылығы бар деп айта аламын, және мына жерде кішкене мысалдар келтіріп кеттім. Олай болса, бірінші артықшылық бұл жерде тәжірибелі оқытушы деп айтуға болады. Көптеген оқу орталықтарында желі саласында, сондай-ақ IT саласында бірнеше жыл жұмыс жасаған мамандар сабақ береді, және олардың осы желі саласында, IT саласындағы тәжірибесі, сондай-ақ сертификат алу барысында жалпы шын өмірде қай технологияны қолданамыз және қай технология аз қолданылады, сондай-ақ қай құрылғыларға аса назар аудару керек, осындай мәселелерге жауап береді және сізге көмегі болады. Кез келген білім алу барысында ол жердегі тәжірибе аса жоғары рөл ойнайтын белгілі, яғни тәжірибесі бар мамандар сіздерге осы саланың кейбір нюанстарын немесе кейбір жасырын сізге көрінбейтін мәселелерді де талқылап айтып беруі мүмкін. Сондай-ақ сіздерге дайындық барысында сұрақтар туындаған болса, сол жерде көмектесе алады. Яғни сізде кімнен сұрауға және де кіммен байланысып, кімнен қандай көмек алуға болады деген мәселе осы оқытушымен бірге іске асырасыз. Екінші, көп білім аз уақыт ішінде деп жазған екенмін. Яғни жеке дайындалатын болсаңыз, онда сіздер көптеген оқулықтарды, сондай-ақ интернет торабындағы видео материалдарды қарастырасыз, және түсініксіз жағдайлар туындаса, ол жерде сізге көмектесетін адам болмайды. Яғни көптеген уақытыңызды ізденіске жібересіз, және форумдар, сол сияқты интернет торабындағы басқа да ашық ресурстарды іздеу арқылы өзіңіздің толықтыра алмаған, біліміңіз жетпеген жерлерді көптеген ізденістерді талап етеді. Ал тәжірибелі оқытушы, сондай-ақ қажетті құралдар, қажетті оқулықтар болса, сіз бұл білімді өте аз уақытта аласыз, және де сертификатқа аз уақыт ішінде дайын боласыз. Мысалы, CCNA немесе CCNP сертификаттарына дайындалу үшін жарты жыл мен 1 жылдың уақытын аралығында кетіп жатады. Ал егер сіз оқу орталықтарында, сондай-ақ тәжірибелі маманның қолдауымен өтсеңіз, онда аз уақытта білім алып шығуыңызда мүмкіндігіңіз болады. Сондай-ақ көзбен көріп, қолмен жасаған жылдам үйренуге көмектеседі деп жазған екенмін. Яғни оқу орталықтарында көп жағдайда осы тәжірибеге қажетті құралдардың барлығы болады. Және де оқытушылар ол жерде сізге бұл құрылғыларды жалғау, сондай-ақ кейбір платформаларды орнату, модульдерді орнату, оларды кабельдік жалғастыру, сондай-ақ бұларды дизайн жасау, және қай құрылғының желі топологиясында қандай орын алатынын көзбен көруге, сондай-ақ қолмен қалыпқа келтіріп, барлығын сезінуге мүмкіндік береді. Яғни қолмен жасасаңыз және көзбен көрсеңіз, онда бұл технологияларды тез үйренуге мүмкіндігіңіз болады. Тәжірибелік құрылғылар деп жазған екенмін. Яғни жаңа айтып кеткендей, оқу орталықтарында осы тәжірибелік құрылғыларды әрқашанда сабақтарда пайдаланады, және бұл құрылғыларды жалғау, сондай-ақ қалыпқа келтіру, операциялық жүйесін үйрену, сондай-ақ бұл құрылғыға қалай қосылып, қалай қалыпқа келтіреміз деген қарапайым сұрақтарды видео сабақтарда және оқулықтарда оқып үйренуге болады. Алайда оны тағы да көзбен көріп, қолмен істесеңіз, жылдам әрі толық түсінуге мүмкіндігіңіз болады. Сондай-ақ оқу орталықтарында қосымша бағдарламалар мен қосымша білім беріледі. Яғни интернет торабында кейбір ақпараттарды шығара бермейді. Яғни бұлар жабық және де ақылы түрде көп жағдайда жеткізіледі. Ал оқу орталықтарында осындай бағдарламаларға, сондай-ақ осындай ресурстарға әрқашанда келісім шарт арқылы немесе басқа да
әріптестік арқылы қолжетімділік болады, сондықтан сізге қосымша ақпараттар мен қосымша бағдарламалардың беріліп жатуы мүмкін. Сондай-ақ жергілікті ерекшеліктер деп жазған екенмін. Мысалы, сіздер осы CCNA немесе CCNP-ге қатысты интернет торабындағы бейне сабақтарды немесе оқулықтарды оқысаңыз, ол жердегі көп мағлұмат Америка құрама штаттары немесе Еуропа елдері немесе басқа да әлемнің мемлекеттеріне арналып жазылуы мүмкін. Сондықтан Қазақстан Республикасында қай технологияның қолданылатыны және қандай интернет сервис провайдерлер, олардың ерекшеліктерді, олардың қызметті ұсыну ерекшеліктері немесе басқа да кез келген өзгешелік, бұның барлығы аймаққа байланысты болатыны белгілі. Сондықтан Қазақстан Республикасындағы Cisco құрылғыларын қалай пайдаланамыз және басқа компаниялардың қолдану барысы қалай, осындай кейбір ерекшеліктерді оқу орталықтарында айта алады. Яғни ол жердегі жұмыс істеген тәжірибесі бар мамандар сізге қосымша ақпараттар беріп жатуы мүмкін. Сондай-ақ желі инженерлерімен байланыс жасау және олардың тәжірибесін кішкене бөліссе, ол да сізге қосымша болашақта көмектесуі мүмкін. Енді төмен жағында мына жерде CCNA сертификаты жайында жазып кеткен екенмін. Яғни CCNA сертификатын алған маман оқу орталықтарында әрине білім алып шығады, сондай-ақ тәжірибе, яғни осы құрылғылармен жұмыс жасауға мүмкіндігі болады. Сондай-ақ болашақта жұмысқа орналасу немесе жұмыс барысында жылжу, яғни жоғары деңгейлі желі инженері болуға және де ары қарай CCNP немесе CCI сертификаттарын қарастырса да болады. Cisco компаниясы желі саласында алатын орны өте нық, әрі маркеттегі орны өте жоғары, яғни бұл компанияның құрылғыларын көптеген ұйымдарда кездестіріп жатамыз. Олай болса, болашақта желі саласында, IT саласында жоғары деңгейге көтерілгісі келген мамандар осы компанияның сертификатын алса, болашақта өсуге болады. Сондай-ақ басқа да сертификаттарды қарастыруға болады, яғни соның ішінде аса кең таралып келатқандары, мысалы IP телефония, security, яғни қауіпсіздік, сондай-ақ дизайн, яғни осы құрылғылармен жұмыс жасай алатын IT маман ретінде сертификат алып, дәрежеңізді әрқашанда көтеріп отыруға болады. Енді кішкене ол IT Алматы ұйымы туралы айтып кететін болсақ, бізге болашақта жылжу үшін, яғни бұл компанияны дамыту үшін, әрине қазіргі заман капитализм уақыты, яғни капитализмдік қоғам, барлық біздегі болып жатқан өзгерістер, барлық болып жатқан даму іске асу жолы ол нарықтық экономикаға негізделген, яғни бұл жерде бәсекелестік, сондай-ақ қаржыға негізделген. Сондықтан біздің ұйым болашақта осы Cisco сабақтарын өткізбекші, және біздің ұйымда осы Cisco құрылғыларының бірнеше санын қамтимыз. Яғни мына жерде мен өзім түсірген жақындағы суретті көрсетейін. Бұл жерде біздің қолымыздағы Cisco компаниясының құрылғылары және бұл CCNA, сондай-ақ CCNP сертификаттарына әбден жететін құрылғылар. Яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыз 2.1841 роутері, және бұл суреттегі екеу және тағы қосымша екеу бар. Яғни бізде 4 Cisco 1841 роутері бар, және төмен жақтағы бұл 28, яғни 2514 Cisco роутері өте ескі және бүгінгі таңда кең қолданыста болмайды. Төмен жағында Catalyst 2950 свитчі, яғни 24 порттық қарапайым екінші деңгейлі желі құрылғысы. Төмен жағында 3750 бұл оптикалық порттарды, сондай-ақ оптикалық модульдерді қамтитын үшінші деңгейлі switch, яғни коммутатор, және бұл осы CCNP, сондай-ақ CCNA сертификаттарына тамаша құрал болып саналады. Сондай-ақ 3550 switchі бұл 8 порттық, тағы да үшінші деңгейлі switch болып саналады, және бұған CCNA, сондай-ақ CCNP-дегі кез келген, яғни көптеген лабораториялық жұмыстарды қамти алады. Енді тағы сіздерге бір сурет көрсетейін. Яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыз тағы қосымша 1841 Cisco роутері, және төмен жағында бұл жерде 3750E сериясындағы switch, яғни бұл өте қымбат әрі 24 порттық үшінші деңгейлі switch, бұл роутер ретінде де жұмыс жасайды, және CCNP, сондай-ақ CCI деңгейіндегі тәжірибелік жұмыстарға жарайды. Сондай-ақ төмен жағында көріп тұрғандарыңыз бұл 2821 Cisco роутері, және бұл құрылғыда көптеген модульдарды орнатуға мүмкіндік береді, және CCNA, CCNP, сондай-ақ CCI сертификаттарына қажетті барлық тәжірибелік жұмыстарды жасауға мүмкіндік береді. Енді байқап отырсаңыздар, бұл жердегі консоль кабельдер, сондай-ақ Ethernet кабельдер немесе қоректендіру кабельдері, бұның барлығы қосымша жұмыс жасауға, сондай-ақ бұл жердегі құрылғыларды жалғау және оларды қалыпқа келтіру жұмыстарына мүмкіндік беретін кабельдер. Енді бұл құрылғылар, яғни көріп отырғандарыңыздай, бұл жердегі құрылғылар барлық
тәжірибелік жұмыстарды жасауға мүмкіндік береді және өте жоғары деңгейде, яғни қолмен жасауға және шын өмірдегі барлық желіні құрастыру, сондай-ақ ол жердегі қалыпқа келтіру жұмыстарын жасау, үлкен ірі компаниялардың желісін дизайн жасау және барлық қолданушыларды осы желіге қосу мәселесін көруге және оны түсінуге, үйренуге мүмкіндік береді. Болашақта бұл құрылғыларды мен анық әрі әдемі түсіруге тырысамын, яғни қазір қысқы уақыт, жарықтың жеткіліксіз болып жататын уақыты. Сондай-ақ бұл құрылғыларды видео ретінде түсіруге де тырысып көремін, яғни бұл құрылғылармен жұмыс жасауға, оқуға толықтай мүмкіндік бар. Олай болса, мен қазір сабақты бөлейін және екінші бөлімінде осы бір құрылғыға, мысалы Cisco 1841 роутеріне қосылайық және оның бастапқы қалыпқа келтіру жұмыстарын кішкене көз жүгіртіп танысып көрейік. Олай болса, келесі бөлімінде кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын.